можно жить качественной, классной жизнью, если сам человек себя обслуживает. Он может и путешествовать, он может и работать, и создавать семью, быть полезным обществу и делать карьеру. Идея этого проекта зарождалась уже давно, так как она касается меня лично. Я в 2006 году попала в аварию и, к сожалению, столкнулась с тем, что у нас в Казахстане никакой реабилитации после травмы, к сожалению, нету. Самостоятельная независимая жизнь, прежде всего, это говорит о том, что человек сам себя обслуживает. Тренера — это те же люди, они также на инвалидных колясках. Занятия были очень разные. Техника езды, плавание, как одеваться, урологические, медицинские. И я думаю, именно вот такая эффективная реабилитация, она поможет очень многим людям. У нас вот девочка есть, Аслай, она уже более 35 лет сидит на инвалидной коляске, да, она самостоятельная, она работает. Бізде адамбыз қорының жобасына қатысып жатырмыз. 5-6 айдай болды қатысқанымызға. Медицина саласында жұмыс жасаймын. 7-ші қалалық емханада тіркеу бөлігінде. Аптасына 3 рет осы жерге жаттығуға келемін. Өзіміздің тренерімізбен жұмыс жасаймын. Бұл енді нысанаға ату деген ең бастысы адамға шыдамдылықты, табандылықты үйретеді. 35 жыл коляска деп отырсам да, мен олардан білмегенім көп екен. Ол инструкторлардан үйреніп жатқанымызды біз келесіде өзіміз инструктор болып, бана жаңадан травма алып жатқан адамдарға да үйрету жағы. Сол жағынан бізге өте пайдалы. Осыдан 13 жыл бұрын қатты авария болып, 2 аяғымнан тұра алмай, жүре алмай қалған жағдайым бар. Өмірге деген қазір құлшынысым, махаббатым ояна бастағандай. Осы Беларусь елінен келген жігіттерге солардан алған сабақтарымызға өте қуаныштымыз. Негізі адамға кішкентай бір тәжірибе жетпейтін сияқты болып тұрады. Мен өзім осындай болып қалам деп ойлаған жоқпын. Өте жақсы тренинг болды. Мен өзім спорттан қуат аламын. Мен армандамаппын, бассейнге түсем, ол түсу мүмкін емес нәрсе ғой деп ойлайтын едім. Бірақ Беларусь елінен келген өзіміз сияқты мүмкіндігі шектеулі адамдар солай түсуге болады деген жерде өзім қазір қуанып бассейнге барып түскім келеді. Поэтому для меня цель была помочь таким же, как и я, людям. Жизнь каждого человека улучшилась. Жақсы тренинг болды деп ойлаймын, өзіме қатты ұнады. Адамның білмеген нәрсесін көп үйрендім. Осы үкіметтік емес ұйымдардың, осындай қоғамның арқасында бірталай нәрсе жақсарды. Жоба солай тоқтап қалмай, әрі қарай жалғасын тапса, өте жақсы болар еді.